Достар, баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен беттегі қара нүкте кетіретін бал маскасын жасаймыз. Бірінші бізге бал 3 қасық және тұз 1 қасық қажет. Шай қасықтар жақсылап араластырып, алдын ала масканы жасау үшін сіз банядан шығып немесе бетіңізді буға кішкене ұстауыңыз керек. Болмаған жағдайда ыстық суға жақсылап жуып алсаңыз, бетіңіз дайын болады маскаға. Дайын болған маскамызды осылай бетімізге жағамыз. Бетімізге толықтай жағып болғаннан кейін 10-15 минут бетіңізде ұстау қажетсіз. Бұл маска тек қана қара нүктелерді ғана кетіріп қоймай, одан бөлек бетіңізді жұмсартып және скраб ретінде қолдануға болады. Аптасына 2 рет қолдану керексіз, жақсы нәтиже беру үшін. Достар, маған подписка жасап, лайк қоюды ұмытпаңыздар. Бетіңізді бірінші жылы сумен жуып, жақсылап жуып аласыз, одан кейін салқын сумен жуу қажет. Міне мен бетімді жуып алдым, бетім жұмсарып, жақсы болып қалды. Міндетті түрде үйде жасап көріңіз.